Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Абайдың 12-ші қара сөзін оқып беремін. 12-ші сөз. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар. Соны білсе екен. Әуелі иманның иқтиқатын махкемлемек керек. Екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кімде-кім иманның неше нәрсе бірлән кәмәлат табатығынын білмей, қанша жерден бұзылатығынын білмей, басқа шалма орап, бірадар атын көтеріп, орашыл намазшыл болып жүргенін көңілге қалың бермей, тұрып жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап, жаны ашып тұрмаса, сылғырттың иманы бар деп болмайды. Тыңдағандарыңызға рахмет.